Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Сізден бірге Ғалымжан, Қызылорда облысынан, Астана қаласының тұрғынымын қазір. Бүгінгі біздің тақырыбымыз инвестиция туралы болады. Жалпы инвестиция туралы айтатын боламыз бүгін. Неге, қалай, қайда? Жақсы ма? Так, сонымен инвестиция бұл сіздің өзіңіздің салымыңыз, пайда табу ниетімен жасаған сіздің салымыңыз инвестиция деп. Ол сіздің ай сайын табысыңыздан минимум 10%, әйтпесе 15, дұрысы 20%-дан жасап бастасаңыз, соның өзін әртүрлі инструменттерге салуыңыз керек болады. Ол инструменттердің өзі, мысалы инвестицияның өзі үшке бөлінеді. Ұзақ мерзімді, орташа мерзімді және қысқа мерзімді болып, мерзім бойынша. Бұның өзі мерзімді мысалы айтатын болсақ, бұл қысқа мерзімді 1 айдан бастап 2 жылға дейін, орташа мерзімді 2 жылдан 5 жылға дейін. Ассаламағалейкум. Уалейкум ассалам, Қайрат мырза, қалай сіздің жағдайыңыз, денсаулығыңыз жақсы ма? Одан кейін орташа мерзімді 2 жылдан 5 жылға дейін, ұзақ мерзімді 5 жылдан жоғары қарай 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл мысалы. Уоррен Баффет деген мысалы миллиардер кісі бар. Онда өзінің алған акциялары жас кезінде алған акциялар өзбен бірге қартайған мысалы. Олар қанша есе өсті да мысалы, өте керемет. Сол сияқты консервативті инвестиция. Ұзақ мерзімді. Бұл именно ұзақ мерзімдер тағы да жаңағыдай рисксіз жағынан именно консервативнен келеді. Ұзақ мерзімді. Среднеизвешенный именно орташа мерзімге тура келеді. Несамдары жаңа 2 жылдан 5 жылға дейін деген. Салам дейді. Уалейкум ассалам. Одан кейін қысқаша мерзімге как раз агрессивті тип инвестиция өте жақсы келеді ағайындар. Осылардың бәрін бөліп айтатын боламыз ағайындар. Сондықтан мысалы бүгін мысалы инвестиция туралы естігіңіз келетін болса, міндетті түрде ағайындар, жаңадан келіп жатқан кісілер қош келдіңіздер. Акцияны қалай алуға болады дейді. Өте жақсы сұрақ. Именно осы консервативный инвестицияны біздің қазір қаржылық сауаттылық курсын өткізіп жатырмыз. Как раз бұл бүгін біздің сағат 1-де сол именно шәкірттермен тікелей эфирде, стримде болдық. Бәрібірдей бізге шәкірттеріміз осылай тікелей эфирге кіріп қатысты. Өздерінің жалпы саны 4 группа бітірді бізде. 5 группа бітірді. Жалпы саны 81 шәкірт бар менде қазір бітірген. Осы 1 айдың ішінде 1 апталық тегін сабақ онлайнда болады. WhatsApp-қа маған жазып жіберсеңіз. Так, сіздің есіміңіз кім болады? Акцияны қалай алуға болады деген кісі айтып беріңізші. Менің есімім Ғалымжан мысалы. Сіздің есіміңіз кім болады? Қай қаладан боласыз? 8 707 222 04 98. Қаржылық сауаттылыққа дейді. Маған 2015-тен бастап бермей қалды дейді. Нені бермей қалды? Сонымен қаржылық сауаттылық курсына Қайрат мырза, сіз мені білесіз, телефоным жазылды, міне, соған жазылып жүріңіз. Содан кейін ертеңгі сабаққа Құдай қаласа. Мен Атыраудан боламын, өте жақсы. 300-дің баласы екен ғой. Бауырым болдың ғой менің. Мен де жаппаспын 300-де, байлы жаппас. Сонымен осы инвестицияның ең ішіндегі тәуекелі аз. Орысша без рисков, минимальным риском. Именно өзіміздің Қазақстандағы өздеріңіз көріп жүрген компаниялар. Білесіз сондай компаниялар. Народный банкті, мысалы, Каспий банкті, Центр кредитті, Кейселді, Казмунайгаз, Казатомпром. Осылардың акциясын алып үйреніп бастады. Мен қазір осы видеоға кіріп отырсаңыз, қазір ғана біз сол тікелей эфирдің үзіндісін салып жібердім шәкірттермен тікелей эфирде деп. Сонда мысалы тек қана сол біздің Ақтаудағы апамызбен 64 жастағы кісі мысалы өзінің алғашқы акциясын алған туралы өте прям күшті қылып айтты да, керемет. Мен өзім риза болдым. Осыдан 1 жыл бұрын Каспий банкқа барған или Народный банкқа барған байтөбет сөйтіп барып акциясын аламын деген кезде ол кісілер оған көмектесе алмаймыз деп айтқанда, банктегі отырған менеджер қыздар біздің ағайындар, олар сізге жауап беруге міндетті емес. Олар өзінің банктегі өзінің функциясы бар, соны жұмыс жасап отыр. Народный банктың өзінде, мысалы, мен кездескен менеджер қыздың өзі, мысалы, халық емес өздерінің точкасы Народный банктың, да, сіз оларға өздеріне хабарлассаңыз болады, біздің точка ғой, деді деп қойды. Қайта біледі ол компанияларды. Оған міндетті емес ол кісілер. Сондықтан ол өзін іздеп шығасыз. Мысалы, тұрсында үкімет бізге қарасу керек, сұрау керек, қаржы сауаттылық курсын өткізу керек деп жатқаныңыз дұрыс шығар. Бірақ әркім оны өзі ізденеді. Өйткені қаржы сауаттылық сізге керек, табысты болу сізге керек. Сондықтан ортамызда қазір Құдайға шүкір, мысалы, қанша қыздар, жігіттер
қазір қаржылық сауаттылықты өте жақсы айтып жатыр. Соның біреуіне міндетті түрде өзіңізге көңіліңізден шыққан, жүрегіңіз ұйыған кісіге барыңыз. Сол кісі не айтып жатыр, соны толық орындаңыз. Мысалы ол шығып жатқан адамдар барлығы бірдей, мысалы осында тікелей эфирге шығып жатыр, әйтпесе инстаграмда, мысалы соның барлығы бірдей не ағайындар, өз өмір жолынан өткен нәрсесін бөлісіп жатыр сіздермен. Өте жақсы. Сондықтан біреуінің етегінен ұстаңыз да, сол ұстаздық тұтыңыз да, пожалуйста. Одан кейін өзіңіз соны бастаңыз. Маңғыстауда тұратын адамдар дивидендті бар, олар алып жүрік дейді жыл сайын. Не деген сөз екен ол? Маңғыстауда тұратын адамдар дивидендті бар, олар алып жүрік дейді жыл сайын. Түсінбедім, туысқан. Қайтып жазып жүрсіңдер маған, жарай ма? Сонымен бұл консервативті инвестицияны біздің қазір ағайындар 81 шәкірт бітіріп болды қазір. Өте жақсы, тамаша кетіп жатыр. Бұдан кейін бұл консервативті инвестиция жылдық табысыма келесіңіз. Акцияны қалай аламыз, үйрететін адам бар ма дейді. Мен айтып отырмын, Бағдат мырза, Қазмұнайгаздың дивиденді деп дейді. Дұрыс. Қазмұнайгаздың дивиденді ол нәрсе жылына бір рет береді. Бағдат мырза, маған міндетті түрде хабарласыңыз, бізде қаржылық сауаттылық курсына тегін бір апта оқитын сабаққа келіңіз. Біз бүгін мысалы өте жексенбі күні как раз өзіміздің шәкірттермен кездесіп сөйлесіп отырмыз. Күнде тақырыбы, видеороликтер барлығы түгел қосылған. Барлық компания бірдей, астындағы Қазмұнайгаздың дивидендіне қатысты, мысалы барлық компания дивиденд төлеуге міндетті емес ағайындар. Сіз алсаңыз акцияны, именно дивиденд беретін акцияны алғаныңыз дұрыс болады. Сол Народный банк, сол Каспий банк. Соны бұрын алып жүредім дейді. Жақсы. Оны значит Қазмұнайгаздың өзімен хабарласып сөйлесіңіз, мысалы қаншалықты болып жатыр мысалы. Жақсы. Мен телефон нөмірімді жазып жіберейін, туысқандар. Міне 8 707 222 04 98. Мен бұл акциялар туралы нөмірімді жаздым ағайындар. Осыған хабарлассаңыздар, как раз акция жөнінде қаржылық сауаттылық курсында соған хабарлассаңыздар болады. Бұл акциялар жайында мысалы Баян сұлуды, мысалы Қостанай кондитер фабрикасы, мысалы Рахат Лотте дейді, бұрынғы Рахат фабрикасы, біздің кондитер фабрикасы Алматыда тұрған. Сол туралы мысалы біздің Народный банкте, Каспийде, Казатомпром бәрін разборосын күнде мен сіздерге осы жерде менде профилімде тұр, барлық видеосы бар ағайындар. Оның бәріне мен жай келген жоқпын, соның бәрін түгел лапат етіп қанша материалда сөйтіп барып келдім. Мысалы мен жазыңыз 65 акция туралы деп келдіңіз, мен қабылдадым. Хорошо, тікелей эфирден келіп сізді қосатын боламын. Құдай қаласа, Алла бұйыртса, біздің өзіміздің WhatsApp группаға. Сөйтіп WhatsApp группада сізге тапсырма беріледі да, сосын күнделікті сағат 1-де осы жерде TikTokта біздің басқа логинмен, Құт қазына деген логинмен, мына жерде Ғалымжан Енесовпен отырсыз, мысалы Құт қазына деген логинде именно шәкірттерге арналады осы уақыт. Сол қаржылық сауаттылық курсты оқып жатқан адамдармен прямой жұмыс жасаймыз. Ол кісінің ішінде сұрағы алса алып жатқан, алмаса алымы неге алмай жатыр, соның бәрін разбирать етіп талқылайтын боламыз. Енді бүгінгі тақырып өзіміз инвестиция болғаннан кейін мен әрі қарай жүре берейін ағайындар, иә. Қаржылық сауаттылық бойынша бәрі сұрақ түсінікті ғой да. Мына телефонға жаздыңыз, ар жағында біз сізді группаға қосамыз, ар жағында бір апта сол жерден бесплатно тегін сабақ оқитын боласыздар. Жақсы. Так, сонымен екінші, одан кейін орташа мерзіммен, ал енді кеш жарық дейді, қайырлы кеш. Екіншісі как раз біздің средневзвешенный, әйтпесе умеренный дейді орысша. Сол мысалы 2 жылдан 5 жылға дейін мерзіммен, онда 60%-дан 120%-ға дейін годовой табыс береді. Онда да өте керемет материалдар, инструменттер бар. Мен бір кезде айтам, бір кезде айтпаймын, үлгермей қалып жатамын да ағайындар. Сондықтан мен барлығын толық қамтуға тырысамын, но не всегда получается. Бүгін әбетке неге шықпадыңыз TikTokқа 13:00-де? Шықтым мен. 13:00-де как раз мен сәл кешігіп шықтым. Өйткені менде звонок болып қалды да, прямой сырттан болды. WhatsApp-та маған звондады, сонымен где-то 15 минуттан кейін шықтым. 1 сағат ровно отырдық біз. Сағат 13-тен 1-де мысалы 15 па 20 кеткен кезде қосылдым, ровно 1 сағат отырдық. Болады енді жағдай, менде бір кезде бірде пунктуальный емес шығар, бірақ бұл жерде жағдай солай болды менде. Бірақ барлық шәкірттерден 6-7 адам қатысып, прямой эфирде бәріміз бірдей сол туралы шықтық. Бәрі өзінің акция алған туралы, қалай алғаны бәрі қызықтармен бөлісті мысалы. Біреуде болды, біреуде болмады, болмағандар неге болмады, соны бәрін түгел разобрались. Сондықтан ертең сағат 1-де мысалы кіріңіз, тура осы сабақтардың барлығын ертең бізде Құдай қаласа WhatsApp-қа жаздым дейді. Бағдат көрдім мен, артыңыз жаңа қазір көрдім, как раз 65 бітеді. Сондықтан ол жердегі именно тікелей эфирде біздің шәкірттерге арналған қаржылық сауаттылық курсындағы әркімнің өзінің ішінде бар жағдай мысалы. Бір апамыз мысалы 64 жастағы, жаңа Ақтаудан. Ол кісі
бір жыл бұрын как раз Центркредитке банк жаңағы Каспийге Народный банкке барады, мен осындай акция аламын деп. Народный банкқа барады, Каспийдің акциясын аламын деп. Оған біз көмектесе алмаймыз деген да мысалы. Сөйтіп барып келіп тұрған жағдай маған келіп түсіп тұр да. Біз бір апта көрсетіп бердік. Ол кісі өз сабаққа кешкірді, бірақ іліп әкетті да мысалы. Народный банктың да сол Каспийдің де мысалы акциясын бәрін түгел алып алып 113 мың деді ма акцияға инвестиция салған. Ғалымжан, қайырлы кеш еді. Қайырлы кеш. Қалыңыз қалай? Жағдайың жақсы ма, Сара ханым? Сіз қазір байланыста болыңыз. Біз как раз сізге келатырмыз, сол кезде біз міндетті түрде сізді қосамын. Жарай ма? Тікелей эфирге. Бүгінгідей как раз өз нәтижеңізді бөлісесіз. Сонымен средневзвешенныйда мысалы именно өзіңізді 2 жылдан мысалы именно 5 жылға дейін кетеді. Ол жерде жаңағыдай табыстылығы 80%-дан 120%-ға дейін. Ал дұрысында 60%-дан 120%-ға дейін болады. Одан кейін агрессивті инвестиция бар, бұл 120%-дан 240%-ға дейін. Бұл дегеніміз жасанды интеллекттің көмегімен роботтар сауда жасайды именно Форекс нарығында. Форекс нарығын білесіздер, бұл 50 жылдан артық жұмыс жасап тұр. Ішінде мысалы үлкен крупный банктер бар, одан кейін жаңағы импорт-экспорт жасайтын компаниялар бар, страховой компаниялар, пенсионный фондтар бар, который обороттарында миллиардтаған ақшасы бар. Солар күнделікті осы обороты 7 триллион доллар обороты бар. Үлкен әлемдік ақша базарында 7 триллион доллар. Сол ақша базарында солар сол жұмысын жасап, саудасын жасап, сол жерде табысын тауып отырған жағдай бар. Тура сол сияқты сізде ол жерге жеке трейдинг ретінде, трейдер ретінде ол жерге кіріп қажет жоқ. 99%, 98 маларда. 98% ол жерде не болып жатыр? Минусқа кетіп жатқан жағдай бар. Өйткені рынок өте волатильный, былайша айтқанда өте тербеліс толқынысы өте жоғарыда, сондықтан сіз жасаған стратегия бар кезде бірдей көмектеспеуі мүмкін ағайындар. Сондықтан біз именно соған автотрейдингті, автоторговляны құрастырған. Сіздерге ұсынамыз. Автотрейдингке именно 2017 жылдан бері жұмыс жасап жатқан біздің өте жақсы роботтар бар. General Trader Group компаниясының рынокта уже 20 роботы бар. 17 жылдан бері 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 жыл уақыт болды. 6 жылдан аса уақыт болды. Қазір біз 24-тің 3-ші айының жартысын бітіріп жатырмыз, қазір 15 болса бүгін. Сондықтан бұл жерде ағайындар осы роботтар өзінің жұмыс легін көрсетіп жатыр. Өте жақсы көрсетті. Мысалы жаңағы біздің именно классический линейка дейміз, бірінші линейкада, одан кейін трендовый линейка дейміз, одан кейін гибридный линейка, одан кейін математический линейкада 4 бағытта жұмыс жасап жатқан роботтар бар. Бір классический робот линейканың ішінде мысалы классик плюс, металл плюс деген 4 робот бар. Классикте мысалы 3 валютный парамен жасайды, айына 10%-ға дейін табыс тауып жатыр мысалы. Бұл біздің консервативті стратегия жасап отырған. Одан кейін классик плюс деген робот бар, бұл 5 валютный парада жасайды. Агрессивный вариантта айына 15%-ға дейін табыс беріп жатыр. Оның сыртында металл деген бар, тек алтынмен ғана жұмыс жасайды. Бұл біздің консервативті вариантта жұмыс жасайтын. Одан кейін металл плюс деген алтын және күміс. Бұл агрессивный вариантта жұмыс жасайды, айына 15%-ға дейін табыс береді. Тура осылай қалған 3 линейкада общий саны 20 робот бар бізде. 20 роботтың сізге жұмыс тиімділігін айтатын болсам, күніне 15-25 ашылады. Автоматты режимде сіздің қатысуыңызсыз күніне 15-20 сделка жабылады, автоматты режимде сіздің қатысуыңыз тағда. Можете представить? Одан кейін күніне 15-25, кейде 30-35 сделка келесі күнге өтеді. Жабылмаған сделкалар қазір мысалы 9 болса, 12-ден кейін уже келесі күнге өтеді. Ал енді біз осы сенбі-жексенбі өтетін болсақ, жұма күні сағат 12-де жабылса рынок, дұрысында 4-те жабылады. Сенбі-жексенбіден өтіп дүйсенбіге барып түседі. Соны робот өзі әрғай жаңағыдай ашып өзі жауып отыратын сондай жағдайында. Өте керемет жасалған ағайындар. Сондықтан бұл нәрсенің барлығын біз өзіміз көрдік, көріп жатқан нәрсе. Бұл жерде бұл тақырыпта мен сонау 2005-тен бері бармын. Дұрыс анау 2001-ден бері мысалы. Бұл алыс Түркияда болған жағдай бірінші. Алғасында фондовый рынокта көрдім 2000 жылы. Сол жерде IMKB деген фондовый биржа бар. Истанбул меркез К деген аты, одан кейін борсасы деп айтылады. Сонда мысалы именно Стамбулда турецкий фондовый рынокты көрдім мен. Өте жақсы ұнады. Ол жерде де сауда жасап, жақсы жағдай бар мысалы. Не резидент болып тұр мысалы. Түркияның азаматы емес, мысалы Қазақстан азаматымын, бірақ солай жағдай жасап, соның ішінде өте жақсы құнды қазамен жұмыс жасаған жағдайымыз бар. Астанаға 2001 жылы келдім. 2001 жылы келсем бізде фондовый рынок кетіп барған кезде көрген Алматыда фондовый биржа бар тұғын. Алматинская фондовый биржа. На базе Алматинской фондовой биржи кейін осы Қазақстан қор биржасы құрылды. КАСЕ деп атайтынбыз. Кейін беріде мысалы өзіміздің Астанада AX деген ашылды. Ол да беріде ашылды мысалы. Көп болған жоқ.
международный финансовый центр, алдында региональный финансовый центр Астана тұғын, қазір международный финансовый центр Астанада аталады. Сонымен бізде 2 фондовый биржа бар. Қазірдің өзінде өте жақсы. Біздің ағайындар қазақтарға бір өте бір повезло просто бар ғой. Біздің жолымыз болғыш действительно. Біздің қасымыздағы Өзбекстанда, Қырғызстанда, Тәжікстанда, Әзербайжанды қоспай ақ қойыңыз. Олар ешқайсысында жоқ нәрсе бізде бар. Фондовый рынокты біздің адамдар біліп жатыр. Бізде мысалы оған себепкерімізді айтып жатқан, ақырын-ақырындап жұрттар акция алып бастады уже. И сол акция алып бастаған сайын, именно сол компаниялардың акциясын алып жатырсыз ғой, мысалы сол компаниялар бірге көтеріліп жатыр. Оның акциясының құны көтерілгенде сіздің де табысыңыз бірге көтеріледі да. Консервативный инвестиция. Консерватив деген тәуекелі аз. Пайдасы да орташа 30-60% деген өте үлкен ақша. Тем более сіз 5-10 жылға кеткен кезде ол жыл сайын біріне бір қосыла береді да. С капитализацией. Өте керемет. Тура жаңағы енді біз среднеизвешеннен асып өтіп, мысалы агрессивно кетіп жатырмыз, бұл Форекстің өзі 50 жылдан артық жұмыс жасап жатыр. Ондағы жаңағыдай именно 13-ші жеңілдік трейдер групптың өзі, компанияның өзі екі дүниежүзідегі 5 үздіктің екеуін таңдап алған. Ол біреуі Raw Forex, біреуі Forex for You деген екі біреуіне 10 жыл, біреуіне 15 жыл уақыт болды. Лицензирование миллиардер компаниялар ағайындар. Сіздің $100 $1000 қарап тұрған жоқлар. Ана миллиардер компаниялар лицензиясы да, бүкіл патенті да, жыл сайынғы аудиті барлық оларда жестко да бізде. Европада сіздер заңды білесіздер мысалы, өте жақсы. Олар бір күнде істетпейді заңсыз болса мысалы. Соның бәрінен түгел тегеурінен алып кетқан жағдай. Сол роботтар мысалы именно осы жерде гибридный линейка деген біздегі роботтың ішінде King Plus деген робот бар. Жаңағы табыс айтып сіздерге айына 10%, 15% деп. 10% мен өзіңізмен есептеген кезде, самый консервативный деп өткен кезде, жылына 12 ай бар ғой, сонда 12 айыңыз өткенде минимум 120% тауып отыр. 240%-ға дейін. Сложный процент дегенді білесіздер, именно с капитализацией, сіздің мысалы $1000 салсаңыз, $1000 келесі айда $100 пайда келді деп айтайықшы, 10% сонда. Үшінші айға уже 1111 болып барады да, мысалы. Сөйтіп көтерілгенде снежинком сіздің жаңағы айына 10% табыс тапқан кезде 120-240% табады. Бұл уже 6 жыл тексерілген нәрсе ағайындар. Ар жағында 240-тан да жоғары болып жатыр, мен бірақ 240-пен шектелейін. Жарай ма? Тура осы сияқты именно гибридный линейкада бізде мысалы не бар? Жақсы робот бар, King Plus деген. Бұл 2023 жыл август айында компаниядан қосылған. Кешегі күнге дейін оны әлі күнге істеп жатыр. Бізде школа трейдинга, орысша, қазақша трейдинг мектебі бар. Сол трейдинг мектебінде өзіміздің жастар мысалы отырады, трейдингпен айналысатын жігіттер бар, қыздар бар мысалы. Сөйтіп отырған кезде кеше ақпан айында білесіздер, ондай қатты движение болған жоқ Форекстің ішінде мысалы. Өз білесіздер, жаңа жылдан кейін, жаңа январь, февраль айлар біз более-менее спокойный айлар еді, дұрыс па? Соның айдың өзінде $1000 үстіне $1000 табыс тапқан да мысалы. $1000 үстіне $1000 табыс тапқан, 100%. Осындай роботты прямо сабақта отырған қыздар жігіттер онлайнда прямо роботтың прямой сигналдарын алады, соны қойып отырғанның өзінде сондай табыс тапқан. Тура осы роботтың енді полный автоматтық режимдегісі кешегі 23 жылдың август айында қосылды бізге. Ол консервативный 10-20% табыс беріп отыр ай сайын, агрессивный вариант алса 10-30% табыс беріп отыр. Сондықтан ағайындар, міне осы роботты қазір алған кісі ертең 1 сәуірге дейін жақсы компанияда розыгрыш болып жатыр. 15 наименование зат розыгрышқа кіреді. iPhone 15, именно жаңағыдай торговый системалар, школа трейдинга с наставником, стандартный деп сол сияқты 15 наименование бар. Соған қатыссаңыздар болады мысалы. Қазір біздің сарапайымыз осы жақында алды. Тағы да мен Ерлан деген бауырым бар. Өзіміз Қызылордадан атырауда жұмыс жасайды мысалы. Соның барлығы бірдей осы именно розыгрышқа қатысқан жағдай бар ағайындар. Міне бұл біздің именно King Plus деген роботымыз. Егер сіздер қаласаңыздар, мен как раз өзімнің клиентім, өзіміз дұрысында Сара апам бар, өзім Қызылорда облысынанмын, мысалы мен Қызылорда облысындағы Байқоңыр қаласын білесіздер, біздің Ресейде аренда тұр. Сол Сара апамды мен эфирге шақырсам сіздермен бірге. Сара апай, мен сіздермен көріп жіберсеміз, маған бір приглашение жазып жіберейін, бір айтыңызшы, маған қайдасыз? Сара апай, маған бір жазып жіберіңізші. Мен сізді тікелей эфирге шақырайын, как раз өзіңіздің жетістігіңізбен бөліссеңіз, неге бұл именно торговый системаны қаладыңыз мысалы, оның ар жағында бұған келудің қандай жолы болды сізде, енді қазір қалай қостыңыз, қосылған кезде қандай қиындықтар, жеңілдіктер болды сізде, одан кейін роботтың жұмысы қазір қалай болып жатыр, сол туралы бір ауыз сөйлессек сізбен. Сара апай,
қарсы емессіз ба? Жаңа қайырлы кеш деп шығып жатыр едіңіз ғой. Ұқсап кеттіңіз ба? Міне. Сара апайым, сізге маған не қыл десеңіз, мен приглашение, сіз менен сұраңыз, осы жерден басып жіберсеңіз болды ма қазір. Мен сізге приглашениеге как гость ретінде рұқсат беремін, ар жағында келе бересіз. Так. Гости. Мен сізді шақырдым, қабылдайсыз да, прямо сөйлей бересіз, ештеңесі жоқ. Мен әуел кезде мен енді мынау Дауысыңызды сәл көтеріп айтсаңыз, Сара апай, сәл дауысыңызды көтеріп айтсаңыз. қазір міне айтайын, телевизор сөндіріп тастайын. Телевизорды сөндірдім. Саламатсыздар ма, кеш жарық. Мен бұл компанияға King Plus деген не дейміз оны? Робот алып қойғанмын, иә. Ол роботты алмас бұрын көп осы TikTok-тан осы Ғалымжанды тыңдап жүрдім. Айдос дейтін жігіт бар, оның алдында ол кісімен де тыңдап жүрдім, ол кісіні де. Сонан тыңдап, ойлап, келіп қарап, мен алдында өзім пассивный доход іздеп жүргенмін. Өзім пенсиядамын, өзімнің келешегімде мына кішкентай қолда бар жоқ ақшаны қалай көбейтсем екен, пассивный доход қайдан тапсам екен деп. Осы кезде осы Ғалымжанның жекесіне шықты. Осындай сіздің сөзіңізді естіп жатырмын. TikTok-тан бұл қалай болар екен дегенде, бұл кісі маған бәрін түсіндіріп айтты. Сол бір жағына жерлесім болып шықты, өзім іншегім болып шықты. Сонымен екеуміз жұмыс істедік. Сонымен оны ана жерде басыңыз, мына жерде басыңыз, Сара апай мына жерде басыңыз деуменен әйтеуір жеттік-ау, біраз нәрсені үйрендім. Біраз кнопкаларды бір басып, екінші ретінде өзіңіз басыңыз деп, әйтеуір бұл кісі мені біраз нәрсеге үйретті ол жерде. Сонымен жаңағы генерал групп деймін ма, оны атында айта алмаймын әлі дұрыс. Сол группаға кіргізді. Сөйтіп әуелі $100 салып көрдік. Содан кейін барып осы 4 март күні $900 қайтан салдық соған. Сонымен $1000 болып айналып жатыр ол. $1000 болып айналып, осы кезде менің $1000 4-сінен бері қарай $40 болып айналды уже. Пайдам $40 уже. $100 уже $40 табыс берді, иә, сізге пополнениеге дейін. Дұрыс түсіндім ба, Сара ханым? $1000 $40 уже маған пайдаланып келді. $1000 берді. Жақсы. Иә, өйткені мен 4-тен бері қарай, мен 10 күн ғой, получается. Иә, 10 күннен кейін асып баратырмын. Иә. Сосын сонан әр ойланып жүргенде, енді мен келешекте адамды қағат шақырам деп те айта алмаймын да, бірақ шақыру ойымда бар. Пока мен жұмыс істеп жатырмын, кішкентай қолым тиын кіремейді, үйде де кісілер бар маған қарап отырған, бәрін ауыздарын ашып, сосын кішкентай қолым тиын кіремейді, болмаса адам шақырсам ба, осыған мынау тамаша нәрсе екен деп ойланып жүргендер де бар. Негізі бұл кісілер айтқан кезде, Ғалымжан маған айтқан, Classic Plus-ты алыңыз деп. Одан Айдоспен сөйлесіп, Айдос King Plus-ты алыңыз деді. Сонымен менің общий екеуінің айтқанынан түйгенім, Classic Plus, егер де сіз адам шақырмайым, қарап отырам, тек қана маған пассивный доход керек десеңіз, Classic Plus-ты алу керек екен деп ойладым. Ал егер де сізге агрессивный, одан да кішкентай көбірек пайда керек болса, онда King Plus-ты алу керек екен деп ойладым. Мен осы жерде King Plus-ты алдым да, бұл жерде просадка деген бар екен. Просадка деген, бірақ осы компанияда болып көрмеген, тек 2022 жылы ғана бір просадка болып, одан да шығып кеткен компания екен. Одан бері қарай просадка деген болмаған, бірақ маған жоғарғыдағылар да, осы Ғалымжан да, Айдос та просадкаге $1000 қалдырып қойыңыз деп айтқан. Сонымен Байбитпен кірдім мен, Байбитпен кіріп, Байбитте әлі $1000 тұр. Сонымен қашан просадка болса болар, болмаса тұра берсін деп құлақшаны запасқа алып қойғанбыз. Не осылай, осы Ғалымжанның айтқаны менен біраз нәрселерді түйдім.
оның ішінде акциялары бар айтқан. Ойланып сол акцияларды да алып, олардан да жаман болып отырған жоқпыз. Қазақстанның мынау не халық банкі деген бар ғой, содан инвест дегеніне кіріп, сол жақтан $400 акция да сатып алып қойдым. Акция алғаныма да бір айдан асып бара жатыр мінекей. Ол мысалы мен 400 мың теңгеге алған акциям тек қана өсудің өзіменен ғана қазір $500 мың теңге болып тұр. бір айдың ішінде 400 мың теңге 500 мың болып тұр Сарапайда. 500 мың болып тұр. 25% бір айдың ішінде қосып тұр ғой. 25% қосылып тұр. Ол тек қана акцияның өскен бағасына ғана қосылып тұр. Мен әлі бұлардан дивиденд алған жоқпын. Ал бұл жерде кейбір компаниялар менің кейбір квартальный береді екен, кейбіреулер жылдық береді екен. Мен соларды күтіп отырмын. Бұл кезде мен бұл енді акциялар болғанда акцияны алып қана қою керек екен. Содан кейін өсіп, ол жылдап қызығына қарап отыру керек деп ойлаймын. Оның бер жағында күнделікті нан тамағыңа, анау мынауыңа жететіндей ақшаң болса, акцияларға тимеу керек деп өзім сондай ойға келдім. Мен бұрын соңғы акция дегенді білмеймін, робот дегенді білмеймін, трейдер дегенді білмеймін. Ондайлармен бірақ осы TikTok деген жақсы болды ғой қазір. Ананы тыңдап, осы жерде не бар екен, не айтып жатыр екен деп, осы мен TikTok арқылы осы Ғалымжанмен құдайға шүкір кездесіп, айдостармен сөйлесіп, бәрі маған жабылып, ақылдарын айтып, Сарапай өйтіңіз, бүйтіңіз деп, не осындай жерге жеттім. Прям өте ризамын осы жаққа келгеніме. Енді мен дальше развиваться еткім келеді. Оны көреміз енді, алда болады енді. Рахмет саған көп, Ғалымжан, көп рахмет. Табысың көбейе берсін. Артыңа келген оқушыларың көбейе берсін. Мына жерде айтып жатсың, балдардың бәрі сенің айтқаныңмен біраз адам акцияны қалай алу керек, бәрін үйреніп жатыр. Мысалы, оған да көп рахмет. Рахмет сізге де, сәттілік Сара ханым. Рахмет. Уақыт бөлгеніңізге, тікелей эфирге шығып бергеніңізге рахмет сізге, комментарийіңізге. Алла разы болсын. Бұл біздің осы именно General Trader Group компаниясындағы именно GTG роботтардың, именно классический линейкадағы King Plus роботын алған кісі. Қызылорданың тумасы, Байқоңыр қаласынан Сарапайымыз осы как раз осы роботты алған кісілердің бірі мысалы. Алғаш болғанда осы как раз кешегі февраль айында, ақпан айынан бастап. Сондықтан бұл жерде барлығы бірдей прозрачный ағайындар. Біз бәрін түгел ашық көрсетіп отырмыз. Күндегі іздеулердің бәрін бірдей, күнде сіздерге шығарып отырмыз. Роботтар бағалары бәрі бірдей ма? Дұрыс айтасыз. Роботтың бағасы бәрі бірдей. Мәдина ханым қайырлы кеш, Жадыра ханым қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай амансыздар ма? 20 роботтың бағасы бәрі бірдей. 20 робот. Біреуін алсаңыз да, бесеуін алсаңыз да, 10 алсаңыз да, 20-20 алсаңыз да бәрінің бағасы бірдей. $500. Өте тамаша. Енді $550 тұрады екен. $500-ға FX монитор. FX монитор, одан кейін выделен серверді алып қосып аламыз. $550 сізден шығатын бір шығын сізге өмір бақи пожизненный лицензиясымен беріледі бұл робот байлансаңыз. Бұның ар жағында мысалы, ар жағында депозитке $100 бастап, ар жағында 250, 500, сосын $1000 жұмыс салғаны дұрыс болады. Енді депозитке $1000, $500 робот алғаннан кейін, ағайындар. Ассалаумағалейкум, Қайрат мырза, қалай жағдайыңыз, амансыз ба? $500 сатып алғаннан кейін $500 минимум болу керек, ағайындар. Әйтпесе $1000 салсаңыз, $1000 сіз запаста тұру керек. $1000 салдыңыз, $500 робот қалдыңызда, $1000 болса, сонда $2,5 сіз бір робот алып тұрсыз ғой. Зато еркін қимылдайды да. Сіздің $1000-ыңыздың $10 ғана, 1%-на ғана қалған $990 сізде робот арқасына тұрады. Ол бізде айнымайтын заң. 001 деген бір ғана процентпен жұмыс жасайды, лот 001 ағайындар. Осымен жұмыс жасағаннан кейін робот қиналмай жасайды бұл жерде. Түсіндіңіз ба? Сондықтан алып отқан нәрсені мысалы күніне 15-20 күні қарапайым трейдер ондай нәрсе істей алмайды, живой адам. А робот жасай алады. Ішінде минус болады, мысалы 25 сделка жапса бір күнде бір минус болуы мүмкін, 24 плюс. 30 сделка жапса екеуі минус болуы мүмкін, 28 плюс. 38-40 сделкалар жабады, үшеуіне төртеуі минус болуы мүмкін. Сіздің основной сделкаларыңыз бәрі плюс болғанда сіз депозитіңіз үнемі өсіп жатады да, мысалы. Сөткесіне 24 сағат, аптасына 5 күн, айына 22 күн жұмыс жасайды. Өйткені сенбі жұмыс жасамайды рынок.
Мәдина ханым сұрақ қойып жатыр, 550 доллармен неше салсаң да бола ма дейді. 500 долларға робот алып қойғаннан кейін, одан кейін депозитке неше салсаңыз да болады да. Бірақ 100 доллар 250 500 мың деп отырмын ғой. Примерно айтып отырмын, бірақ 100 доллар дегенде енді просто үйрену үшін бір апта, 2 апта сіздің көзіңіз үйрену үшін ғана табыс табу үшін келдіңіз ғой мысалы. Осы жерден ақша тапсын деп отырсыз, сонда 550 долларға бір сатып алдыңыз ба, ол сіздің меншігіңіз. Арада 500 доллар минимум, әйтпесе 1000 доллар салып қойсаңыз, бір емес 3, 4, дұрысы 5 робот алсаңыз, спокойно қимылдайды да. 5 робот 5 түрлі стратегиямен жасайды. Өйткені бізде 20 робот болса, 20 түрлі робот 20 стратегиямен жасайды да. Біріне бірі келмейді. Бәрін бір жасанды интеллектте, бірақ олардың мысалы жаңа айтып отқан классический линейканың өзі 4 робот 4 түрлі стратегия жасап тұр. Тура сол жаңағыдай математический линейкада 4-еу бар, олар да 4 түрлі стратегиямен жасайды. Бірақ бәрібір де жасанды интеллектте. Сондықтан бұл жерде трендовый деген линейка бар, мысалы тек қана бір бағытпен істейді. Соның өзі де 4 робот тұр бізде. Оның әрқайсысы әртүрлі жасайды бірақ ағайындар. Біріне жұмысы біріне келмейді. Сонда 5 робот алдыңыз ба, 5 робот 5 түрлі жасайды сізде. Білдіңіз ба? Бұның артықшылығы сонда да біріне бір ұқсамайды жұмыстары. Екі адам бірдей бір роботты алып, арасында 1 сағат разница болса, мысалы, екеуіңіз екі түрлі ғой. Так, 2-3 мың доллар салсаң да бола ма? Дәл солай, 2-3 мың доллар салсаңыз да болады. Мәдина ханым, бұл жерде бізде лимит бар. Айтып қояйын сізге. Мысалы, именно центовый счетта, жаңа айтып тұрған 1000 долларыңыз счетқа 100 мың цент болып түседі. Сол сияқты 2000 долларыңыз 200 мың цент болып түседі. 3000 долларыңыз 300 мың цент болып түседі. Именно центовый счеттарда бізде 3000 долларда лимит тұр. Сіз 5000 доллармен салсаңыз да 3000 доллармен сауда жасайды, 2000 доллар бос тұрады. Ал енді долларовый счет бар бізде, оның ішінде 5000 доллар ол істей береді спокойно. Еще бізде басқа роботтар, ол жерде лимит жоқ счеттарға. Ол 3-ші түр счеттардың. Сондықтан сіздің неңізге жаңағы салатын депозитіңізге байланысты бізде әртүрлі ауысып отырады. Бізде жаңағыдай үлкен минустар болмаған, слип депозита, ликвидация счет деген нәрсе болмаған бізде 2017-тен бүгінгі күнге дейін. 23-ші жыл бір-ақ рет болған просадка деген нәрсе. Өзіңіз неше роботпен жұмыс істеп жатырсыз? Сұрасаңыз, сыр болса бола ма дейді. Мен өзім 3 роботпен жасап жатырмын ағайындар. Бұл жерде, Жадыра ханым, бұл жерде именно 23-ші жыл бір-ақ рет болған 43%, 45-50% болған кезде жаңағы айтып отқан 1000 доллар үстіне 1000 доллар не саласыз? Далекіңіз қоясыз. Мысалы 1000 доллардың минусы әдеп көтеріліп бара жатса, 45-50% көтерген кезде үстіне 1000 доллар салсаңыз, оның минусы азаяды ғой. 2-3 күн, максимум бір аптада сіз оны қайтадан шығарып аласыз. Өйткені табыспен жабып шығып кетті уже. Сіз 1000 доллар салып үстіне қойдыңыз ғой, сонымен әрі шықты да, мысалы. Еркін. Енді 23-ші жылда сол бір-ақ рет болған біздің именно біздің региональный директор айтып отқан, Сара ханым айтып отқан Айдос мырзада жағдайда болған. 300 доллар салған, оның пайдасы тимеген, полный плюспен жауып шыққан, 300 доллар қайтадан шығарып алды. Тура сондай жағдай ден X деп айтайықшы орысша. Ол жылына бір рет болар, болмас. Бірақ сіздің счетыңызда тұру керек ол. 1000 доллар депозит болса, 1000 доллар сіздің Binance'ыңызда тұру керек. 2000 доллар сізде счетта тұрса, 2000 доллар сізде Binance'да тұру керек. Байбитте тұрсын, разницасы жоқ ағайындар, проблемасы жоқ. Оның да басқа жолы бар, оны да көбейтудің ше ағайындар. Именно Байбитте Binance'да тұрған жерде. Ол туралы мен кейін айтамын сіздерге. Уақыты келеді, уақыт білесіздер ол туралы. Жақсы ма? Сондықтан мен осыны айтып жатсам, просадка деген сол ма дейді. Дұрыс айтасыз, именно просадка деген нәрсе, міне, мен айтып жатқан нәрсе, бізде қазіргі роботтарымызда мысалы 15-20% это нормальный просадка болар. Ол бұндай болады, өйткені робот постоянно жоғары сатып алса, мысалы, ол төменді де алып кетеді, мысалы, 5 робот счет ашса, мысалы, іздеудің 4 жоғары қарай, біреуін төмен қарайды. Ал ол прямо жүре бермейді ғой, мысалы. Төменге түсіп барып қалған кезде, жаңағы именно төменге ашқан іздеуін жауып барып, жоғары шыққан кезде, қалған 4 жауып кетеді тек профитімен. Міне, осындай жағдаймен жасау үшін, именно просадкалар, мысалы, именно жаңағы жоғары кетіп бартқан кезде, төмен кетіп бартқан кезде, именно мына президенттің жаман кетіп бартқан кезде, қалған 4 минус болып тұруы мүмкін. Ол уақытша нәрсе. Ол бәрібір көтеріледі ғой. Көтерілгенде жасанды интеллект жасап жатыр, адам емес ағайындар. Бұл компьютердің программа. Сіздің счетыңызға ілініп тұрған, настройка жасап қойған. Болды. Сол 10-15 минут көрсетуі мүмкін. 20-ға дейін көтеріледі. Ничего страшного нет бұл жерде ағайындар.
сол енді 2017-те бүгінгі күннен просадка полностью слив депозит бізде болмаған. Енді лимит $3000 болса, $5000 болса, ол жақта мен басқа роботтарды білеміз, $100, $200 сатқан. $700 дейін минуспен тұр. Кетті ғой, адамның қанша нерві кетті, қанша адамның өмірі болды деген. Ол ақшаның мынандай термин келгеннен кейін $700 оңай емес қой. Сонымен осы сол компанияда маған 3 адам хабарласты маған. Ғалеке, мына осыдан аман-есен шықсам сізге келем деді. Бір ай өтті. Келмеді, соның бәрі кетті да, соны получается. А бізде ондай жағдай жоқ ағайындар. Так, Минскке кеткен жағдайда сол ақшаны қайтарғанша агрессивный істеумен сонда дейді. Бұндай жағдай жоқ, Ереке, мынандай жағдай. Мен бізге айтып берейін. Әлде мына сұрағыңызға жауап берейін. $1000 қанша күнде қайтарды просадка берілсе дейді. 2-3 күн онда да болмаған ондай жағдай бізде. 2-3 күн ары жағында бір апта максимумда өзіңіз $1000 шығарып аласыз просадкадан шыққаннан кейін. Проблема жоқ. Енді сұрағыңызды қайта жіберейінші, мен минусқа кеткен жағдайда сол ақшаны қайтарғанша агрессивный істей ме сондай? Жоқ, бұл жерде былай жағдай. Өте жақсы сұрақ, Ереке. Есімім Ғалымжан, мен Астана қаласынамын. Мысалы бізде сушка деген нәрсе бар. Анау сіздің 45-50-ге барғанша қай заман ол? Бұл рынок деген қанша волатильный болса да, ол сразу минуске или сразу құлап кету деген мүмкін емес бұл жерде. Бұл жерде робот қой, мысалы. Робот өзі рынокқа қарсы ашып бастаған кезде ол арағында есептеп қойды. Сонша уақыттан кейін баратындығына ше жасап қойды да. Бірақ соған барғанша біз шыдамаймыз ғой. Шыдамасаңыз ондай тағы жағдай бар. Жаңағыдан басқа, просадкадан басқа, жаңағы доливкіден басқа сушка деген нәрсе бар. Сіз декларация ашып жатыр, мысалы минустер көбейіп жатқан кезде сушка деген нәрсені қосып қойсаңыз, оны біз тек поддержкаға қосырамыз. Соны қосып қойсаңыз болды, не істейді? Ол жаңадан деклар ашпайды. Ескі деклар бәрін жауып шығады, болды. 5 валютный пара болса, сол 5 валютный параның бірдей не болады? 5-еуі бірдей полностью жауып шығады ғой. А какой идет слив депозита, а какой идет просадки деген нәрсе жоқ онда бізде. Просадка олар по-любому болады. А жаңа айтқан жаңағы $1000 как страховка тұрады дұрыс айтасыз, Мәдина ханым? Просто тұрады ол. Және жай тұрмайды ол. Сізге айтайын. Оның уақытында естественно істеу керек. Жақсы? Так что бұл жерде істеп тұрған нәрсе уже 6 жыл өзінің жұмысын көрсетті тиімділігі. Ағайындар, қатты қиын нәрсе емес. Кірген адамды мысалы біздің өзімнің немде мысалы жұмыс стратегиямда осы Мәдина ханым бар, жаңағы Жадыра ханым бар, олардың бәрі істеп жатқан кезде мен именно қаржы сауаттылық курсында бүгін бастап шығардық. Міне осындай нәрсе результат жасап жатырмыз. Тура сол сияқты жаңа Сара ханымда бағана түсте кездестік, біз өтініш қылдым, бүгін шығып отыр мысалы. Роботты алған адамдар өсіп шығарып сөйлестіреміз мысалы. Ол да қарапайым адамдар мысалы. Сіз менің айтып отқан кезде күнде жаттан сөз айтатын шығарсыз, олай емес. Мен оның барлығы через какие практики, күнде қанша нәрсемен келіп жатқан әңгімелер оның барлығы. А ол кісілер жаңадан келіп жатыр. Именно жаңадан келген адамның айтатын әңгімесі де әсері де бөлек та. Онда эмоция да бар, онда мотивация да бар, бәрін түгел айтады да мысалы. Соны сол күйінде қабылдағандарға жақсы да. Өйткені мысалы менің бастан айтқан әңгімемнен именно жаңа қарапайым айтқан Сара апайдың простой әңгімесі өте жақсы кетеді да, мысалы бір кісіге солай қабылдайды. Сондықтан ол кісінің бүгін бізге келгені өте жақсы болды. Сара ханым, рахмет сізге, Алла разы болсын. Тамаша болды. Тағы да сұрақ бар? Мәдина ханым, сізге жауап бердім, как страховка ма деп. Как страховка? Доливкіге тұратын ақша сол. Жаңа ортасында бір кісілер жазып, мен оқып үлгермей қалдым ағайындар. Оны сұрақтарыңыз болса қайтадан дублик деп салып жіберсеңіз болады. Классикада артынан адам әкелесің ба дейді. Бұл роботтардың барлығы бірдей 20 робот, бұл сетевой компания емес ағайындар. Сатып алсаңыз өзіңізге, жұмыс істеп жатса өзіңізге. Ал сатып алып жатсаңыз, сізге компаниядан бір рет разовый сізге не береді, разовый комиссия береді. Оның сыртында Жадыра ханым, сіздің артыңыздан адам келіп жататын болса, например, олар қайсы $1000, $2000, $3000 салып жатыр мысалы, $500, $1000 қайтадан. Ол жатқан кезде именно брокер біздің компаниядан басқа, біздің компанияда бар қазір маркетинг планды қосты, 10 уровеньге дейін ашып төлейтін болды. Ол туралы айтпай ақ қояйыншы деп, жарайды сұрап тұрсыз, именно сонда кеше 12 марттан бастап қосылды ол. Солыңыз бар мысалы, оның сыртында именно брокер жаңа айтып отқан Forex қою, RoboForex дедім ғой, соның 9 уровеньге дейін олардан ақша аласыз да мысалы.
қалай аласыз? Мысалы сіздің робот сатып алып сатады ма? Сіздің шақырған адамыңыздікі сіздің сияқты робот болды да, бірақ басқа стратегия жұмыс жасап жатыр. Мысалы деп айтайын, өйткені басқа уақытта кірді ғой. Сөйтіп жатқан кездегі именно комиссиясынан ана жаңағы котировкада тұрған бар емес па? Сол котировканың ішінде спредте брокердің өзінің комиссиясы тұр. Спред деп атайды оны. Сол комиссиясымен 50/50, 50-50 сізбен бөліседі ғой бірінші уровеньнен. Екінші уровеньнен 16/5, сөйтіп 9-шы уровеньге дейін. Бұл нағыз пассивный доход та ағайындар. Сетевиксіз болмай ақ қойыңыз. Адам шақыра алмайтын шығарсыз, бірақ телефонды көрсетсең, любой адамға ақшаны айтудың қажеті жоқ, оны көрсету керек та, мысалы. Мен осы жерде күнделікті Құдайдың құттығын мен өзім осы жерге отчетін статистиканы жіберіп отырмын ағайындар. Күнде. Жалғыз мен кім сол жерде? Мен біздің партнерлардікі бар ішінде. Сол бәрі бірде осы жерде жұмыс жасап жатыр мысалы. Сондықтан адам шақырсаңыз өзіңіз білесіз, Жадыра ханым. Шақырмасаңыз ешкім оған приоритет етпейді. Бұл сетевой компания емес. Жауап бере алдым ба сізге, Жадыра ханым? Россияндарға онша сенім жоқ, дұрыс айтасыз, Мәдина ханым. Бірақ олар уже Европада өздерінің офистері бар. Давно жұмыс істеп жатыр жерде. Они предусмотрели бұның бәрін түгел. Болып жатқан жағдайға байланысты отырсыз ғой, мысалы. Давно уже Европада офистері бар, жұмыс жасап жатыр жақта. Және жалғыз Россияны емес бұл жерде. 30-дан аса мемлекет уже кіріп алған бұл жерде жұмыс жасап жатыр. Арабтарыңыз да, Европаңыз, Америка, Қытай барлық бірдей осы жұмыс жасап жатыр. Жадыра ханым, мен өзім көрсем деп ойлап отырмын. Хорошо, көріңіз. Бірінші өзіңіз тексеріп көріңіз, да, осындай робот алдыңыз да, ішіне депозитке ақшаны салдыңыз, ар жағында паштап қаяқыла. Ақырында бір ай көресіз, одан кейін барып, мынаны айтқан екен ғой дейсіз да. Біздің жаңа қаржы сауаттылық курсындағы біздің акциямыз сияқты адам бір рет жаңа әселдің, балдың дәмін білмей, оны ешкімге айта алмайды да оны. Адам өзі көру керек та бірінші. И инвестицияда да сондай. Как пайда, тура солай риск те бар жерде. Мен оны ашық айтамын барлық жерде. Ол ход жаңа Қазақстан қор биржасы болсын, ход агрессивный инвестицияда форекс болсын, барлық жерде риск бар. Сіз сол рискті қабылдауыңыз керек өзіңіздің ішіңізде. Жеңілдеу болады да просто. Ал сол именно торговляны, автоторговля, автотрейдинг қылып роботқа оқығаннан кейін ол жерде сіздің жаңағы түсетін нагрузка өзі сізге аз болады да. Өйткені робот сатылады ғой мысалы. Күнде айтып отырмын сізге, 25 сделка жабады, живой трейдер істей алмайды ол нәрсені. Қанша жерден крутой болса да, мықты профи болса да, күнде 25 сделка ешқандай трейдер аша алмайды. Өйткені ол оңай емес, ол психологический нагрузка да адамға. Сол 25-тің біреуі минус, 30-дан екеуі минус, 38, 40-тың мысалы үшеуіне төртеуі минус болып жатса, это считается нормальным. Жақсы ма? Маған таңдау қиын болып тұр, роботтың қайсысы тиімді екен. Оны сіз маған былай қойыңыз сұрақта. Жаңа Сара ханым осыған әдемі жауап берді. Сара ханым тыңдап отырса, қайталап кетейін Сара ханым. Егер сіз өзіңіз неңізде, табиғатыңызда жаңағыдай ақшамыз ақырындап, жайлап көтерілсін десеңіз, именно агрессивный варианттағы классик плюс жақсы. Роботтың аты бұл классик плюс деп, классический линейкадағы. Ал енді тезірек көбейсін, кейін барғаннан кейін де қойып алам ғой, асықпай басқа процент аз беретін роботтарға десеңіз, онда сізге кейін плюс керек. Более агрессивный сауда жасай білсеңіз. Бірақ екеуінде де сізде не болады? Екеуінде де бірдей сізде робот болады, который сізде неде роботқа жаңағы страховка екеуінде де болады. Классик плюсте де, именно неде де, king плюсте де. Енді бұдан кейін тағы біздің математический линейкада тағы роботымыз бар. Кайман ночь, кайман ден деген. Бұларды агрессивный и консервативный. Мұнда 4 түрі бар мысалы. Сол мысалы именно түнде істейтіні кайман ночь, кайман black деп айтады онда. Мысалы кешкі сағат 8-де қосылады, ертең сағат 8-ге дейін жұмыс жасайды оған. Сол жасағанда күнде 3-ақ сағат, максимум 4 сағат жұмыс жасайды. Қалған 21 сағат бос тұрады ғой сіз. Форекс скальпинг деген термин бар. Быстрые сделки орысша айтсақ. Ол жылдам ашады, жылдам жабады. Сол 3-ақ сағат, 3 сағаттың ішінде классиктің сутки бойы тапқан 20-сын, бір суткіде тапқан табысын 3-ақ сағатта табады. Қалған 21 сағатта ақшаңыз сіздің бос тұрады да, на вывод, пожалуйста. Любой моментте. Түсіндіре алдым ба шерін? Тура осылай сіз денді де сөйтіп қойсаңыз болады. Мысалы, ден таңертең түстен кейін өзі 3 сағат жұмыс жасайды. Бұтыр ашта тез жаба қойды, болды. Қалған 21 сағат бос тұрады. Сіздің депозитіңіз шығуға дайын тұрады, представляете? На вывод. Ондай да түрі бар ағайындар.
бұл сіздің қазір қай жағынан өзіңіздің стратегияңыз маған былай десеңіз, мен сізге именно соған қарай оператив етіп бере аламын да, мысалы стратегияны. Өйткені адамның характері сияқты инвестицияға да келу несі тарихы әртүрлі да. Мысалы біреулер тез тапқысы келеді, мысалы ақшаны ешкім жек көрмейді, бәрі жақсы көреді. Біреулер мысалы более стабильность жасаған бар ма, бар, ақырында өсіп жатса құдайға тәубе деп қоятын кісілер бар. А бір кісілер бар, маған қатты рискісі де керек жоқ и қатты төмен де болмасын деп. Орысша айтқанда средневзвешенный, умеренный риск. Менде мысалы өзімнің характерімде мысалы именно осы орташына қарайтын мысалы. И ар жағында үшіншісі жаңағыдай полный агрессивный. Айда агрессивный как приблесет, тура солай рискісіз өседі. Оны да ұмытпау керек та ағайындар. Криптомен істейтіндер жоқ па дейді. Істейтіндер бар істейтіндер. Ереке. Ол басқа тема, бүгінгі тема емес олар. Бұл тақырыпта да біз бармыз ағайындар. Мен Қазақстан қор биржасындағы акциялармен жұмыс жасап жатырмын, мысалы. Американский фондовый рынокта жұмыс жасап жатырмын. Европейский фондовый рынок бар. Консервативді қойдық па. Енді средневзвешенныйда именно криптомен, именно криптоботымен жұмыс жасап жатырмыз. Бір криптомонетаның мысалы как агрессивный, так консервативный жұмыс жасап жатқан, күндік табысты беретін ондайларда монеталардың менде сорты бар мысалы. Үшіншісі именно Форекс күніне 10, айына 10-15%-бен табыс беріп жатқан, бұл агрессивный тек бір түрі бар. Бұның да сыртында қанша нәрсе тұр ағайындар. Біреуін айтып, біреуін айта алмай жатырмын сіздерге мысалы. Өйткені адамға бәрін бірдей берсең, бұл қабылдауы мүмкін да мысалы. Консервативный инвестицияны айтып жатқаныма қанша уақыт болды, әлі күнге дейін сұрақтар бар мысалы ше. Әлі күнге дейін сұрақтар бар. Сұрақтар болады да, ол нормально ғой. Өйткені адам бірінші информацияны бірінші қабылдап алады, так, робот бар я, жақсы. Екінші кеп тыңдаған кезде 10-15%. Ой, тез жақсы, жақсы. Үшіншісінде оказывается 30%-ын табыс барады ма? Мынау уже интересно деп адам енді кетіп бастайды да. Оған сен қазір үстіне тағы бір нәрсе қосатын болсаң, адам ауыр болады просто. Сондықтан мен жай порциямен беріп жатырмын да бұндарды түгел. Сізге ыңғайлы, сізге қолайлысын істеп жатырмын. Тез тапқан рискісі де көп бола ма дейді. Рискісі сол. Сіздің жаңа айтып отқан $1000 болса, сол $1000 запаста тұру керек болған. Істеп жатыр, әпедемақ. Мен сізге Мәдина ханым былай айтайын. 10-20% консервативный, 10-30% агрессивный вариантта жұмыс жасайды дедім ғой. Бұл екі робот екеуі тұрсында. Бір робот емес, біреуі агрессивный вариантта, біреуі консервативный вариантта жасайды. Сол именно агрессивный вариантта 30%-ға дегенсі средний 18 табады. Өйткені бір айда 11 болуы мүмкін, бір айда 25 болуы мүмкін. Сол 18%-дан тапқанын кешегі осы мен профильді қарасаңыз, ішінде орыс келіншек сөйлеп тұр сол жерде. Ол тапқан кезде как раз 6 айда бірге бір жасап отыр ғой өзінің депозитін. Бір жылдың 6 айында өзінің депозитін бірге бір жасап отыр, 100%. Арнау тағы 6 ай бар ғой. Түсіндіңіз ба? Не айтқым келгенін? Осылай жұмыс жасап жатыр бізде. Мен сізге айтып отырмын ғой, әшейін 10%-бен есептегеннің өзінде, біздің консервативный 10%-бен есептегеннің өзінде былай да ағайындар, ақшаңызға тимесеңіз, өзімен өссін десеңіз егер, онда ақшаға тимеңіз. Наоборот, пополнение жасаңыз. Енді пополнение жасамаймын, ақшаға өзі тұрғап өзі үйін кетеді десеңіз егер, соған көнсеңіз өзіңізге. Бір жылда 12 ай уақыт бар, дұрыс па? 12 айда 10%-бен есептегенде 120%. Теория 240% с капитализацией, сложный процентпен сондайға жетеді да. Осы жерін түсінсеңіз болды сіз. Өйткені 10% деп отқан кезде бір айларда 7-8 болуы мүмкін, бір айларда 11, 12, 13 болуы мүмкін да. Сондықтан біз средний 10 деп отқанымыз сол. Ал енді сол көбейген күйінде біріне снежный ком қосылған кезде ол по-любому 120-дан по-любому артық болады да. 240-қа дейін деп отқанымыз сол. Жақсы? Күшті сұрақтар қойып жатыр, маған тамаша ұнады. Так, бізде 21:50. Так, бір 2-3 минут уақытымыз бар ағайындар. Тағы басқа сұрақ бар ма маған? Рахмет қыздар, жігіттер, өте керемет болып жатыр. Біздің қаржы сауаттылық курсындағы шәкірттерім Мәдина ханым, бүгін сіздің бүгін как раз әпедем айтқан сөзіңіз Гаухар бар, сіз бар, как раз сөздеріңіз бүгін неге осы рилсқа шықты. TikTok-тан көрсеңіз болады, мені Instagram-дан көрсеңіз болады. Сол жерге как раз сіздің сөйлеген сөзіңіз бүгін өте жақсы шықты. Тамаша, рахмет сізге. Жадыра ханым, мысалы, қандай академия айтты өзінің сабақтарын, мысалы, керемет. Бұл Жадыра ханым қаржы сауаттылық курсында өзінің жолдасына үйретіп жатқан кісі. Өте керемет. Алла разы болсын, бала шағаның рахатын көріңіз, Жадыра ханым. Тапқан пайдамды қайта сала бер деп жатырсыз ғой дейді.
жоқ, тапқан табысыңызды реинвест оның ішінде автоматом тұр, ол өзі салады, сіз емес, өзі сала береді. Ал егер сіз табқан табысымды ай сайын шығарамын деп отырсаңыз, сізге ешкім зиян жасамайды. Өйткені счет сіздікі, робот сіздікі, Binance сіздікі ғой. Код ай сайын шығарасыз ба, апта сайын шығарасыз ба, күн сайын шығарасыз ба, сіз өзіңіз білесіз. Денсаулық деген, сәлем, барып үйренсек бола ма дейді. Проблема жоқ, пожалуйста, Астана келіңіз. Қазір бәрі жеңілдеген, онлайнда жасаймыз. Мысалы, сіздің WhatsApp-ты қолданасыз, Telegram қолданасыз ба? Біз сізбен бір рет сөйлестік, денсаулық деген кісі, мен сіздің атыңызды есіме сұрамай отырмын просто. И сол кезде сол WhatsApp-тың ішінде как аудиозвонок, тура сол видеозвонок бар. Сол астын ашсаңыз, как раз демонстрация экраны деп бар, сол демонстрация экранында тура сәлем бәріне үйренсем бола ма деп, ассалаумағалейкум, WhatsApp нөмірі бар ма деп тұрған сияқты, сонда ссылкалар болады, соны басып отырасыз ғой, мысалы, ол бар оған сол. Міне менің нөмірім жазды 877-222-0498. Нөмір бар ма дегенге Серік бауырым саған жазып жатыр. Рахмет сізге. Гауһар ханым, рахмет. Ауылдаспыз еще, иә? Әне керемет, тамаша. Сондықтан бұның барлығы ағайындар шешілетін вопрос. Было бы желание бәріңізде тек қана. Ақша тапсам, табысымды көбейтсем деген адамға сенімді және қауіпсіз инвестицияны айтып отырмын ағайындар. Және ол уақыт сыннан өткендер барлығы дейді. 6 жылдан артық уақыт айтып отыр ғой мысалы сізге. Ассалаумағалейкум, робот $550, 5 робот алсақ қанша болады бағасы? Бәрінің бағасы бірдей, $500. 5 алсаңыз да, 10 алсаңыз да бәрі бағасы бірдей. Агрессивный минимум неше саламыз дейді. Агрессивныйға минимум. Бәрінде бірдей ағайындар. Бір робот алсаңыз да, 2 робот алсаңыз да бәрінде депозит. Минимум 500, әйтпесе $1000. $500 робот алғаннан кейін ішіне $100 сап қойыңыз. Обал ғой. Ағайындар. Оған $500 минимум салуыңыз керек, әйтпесе $1000. Сразу алдыңыз ба, 4-5 бірақ алыңыз сосын. Сонда сіз табысын күндегісін күнде көріп отырасыз да. Таңертең 2 минут, кешке 2 минут бар қарайтыныңыз. Акцияда сөйтіп өтіп қарамайсыз мысалы. Қазақстан қор биржасында акциясы алып отырсыз ғой Мәдина ханым. Өтіп сіз қарамайсыз ғой ондайсың. Ал бұл жерде таңертең 2 минут, кешке 2 минут қарайсыз. Қарағанда общий қалай сіздікі дұрыс болады ма, бәрі болды. Просадкасын қарайсыз. 15%, 10%, 12%, 7%, 8% болып жатса ештеңесі жоқ. Гауһар ханым жауап беріп жатыр. Не сұрақ қойылып еді, мен байқамай қалдым ба? Роботтың өзі $500 тұрса, 2 сервисімен $550 тұрады. Аржағында депозитін өзіңіз санай беріңіз. Мысалы, $1000 болатын болса, қанат мырза, $1000 болатын болса, $1,500 сіз не алдыңыз? 1550-ге, 1550 уже сіздің роботыңызды бірге бағасы. Соған $1000 сіз өзіңіз запас қойып қойса, сонда $2550 болды ғой сізден келетін ақша. Депозит $1000 болатын болса, $1000 запаста тұрады, и 550 сіз роботқа сатып алдыңыз. Осы жерде түсінікті ма, қанат мырза? Түсінікті, иә? Все хорошо, тамаша, ағайындар, өте керемет болды бүгін кеш. Бір жексенбі күн бір еркен отырып, ешқайда асып атқан жоқ, рахат отырып сөйлесіп жатырмыз да, бәрі жақ тамаша. Сіздерге бір көңілді, бір жанға жайлы бір кеш болсын. Жақсы тынығыңыздар, ертең уже жаңа апта басталады, жаңа сәттілігімен келсін сіздерге. Жаңа бақытымен, жаңа қуанышымен келсін. Ортамызда ораза ұстап отқан ағайындар болса, оразаңыз қабыл болсын, берік болсын оразаңыз. Жарайсыздар. Алла ризашылығын табамыз деп, действительно тамаша ораза ұстап жатқан ағайындар сіздерге Алла разы болсын. Қабыл болсын құлшылығыңыз. Ассалаумағалейкум, уалейкум ассалам. Тамаша, тамаша. Рахмет ағайындар. Басқа сұрақ болса, қайырлы кеш болсын бәріңізге, бірдей қайырлы түн болсын. Амандықта эфирде жүздескенше